Өлелі ояу салмысы мейірімді қаршадай кішкентай қыз қолдайды батыр аңыз бабасы таңырқап қараймыз біз досқа адал жауға адал жуықтарсың жібек күшті мықты біздің жібек бабамдай рухты соғар жүрек батыл жібек жеңілуді Жеті ғасырдан бері қол жеткізе алмай келем. Бірақ бұл жолы қайтсем де усыма түсірем. Босқа өреленбе, енді 1000 ғасыр талпынсаң да дегенің бола қоймас. Өйткені оның қорғаушысы мен қайсармын. Шолпан, сен негізі көркем жаратылыссың ғой. Киіміңнің тозғаны болмаса. Темірханға қарсы шығып қайтесің. Жайлы мекеніңде тып-тыныш өмір сүріп жүре бермейсің бе? Жоқ. Мен Темірханның оң қолы болған кезде бәрі жақсы еді. Бірақ Темірхан менен бас тартты. Мені Армаз ғаламшарынан қуып жіберді. Енді ол патшалыққа сен ие болып отырсың. Мен бұған шыдай алмаспын, Қайсар. Мен тұрғанда Армаз жүйесінде саған орын жоқ. Шамаңа қара, Шолпан. Өткенді қазбалай бермей, сабаңа түс. Немене? Менің кім болғанымды ұмытайын деген екенсің. Сенің бұрын кім болғаның емес, қазір кім екенің маңызда. Ақымақ, Темірханға сеніп тұрмысың? Тіл бітейін деген екен өзіңе. Өз дегеніме қол жеткізу үшін қара күштеріммен біріккенімді естіген боларсың. Сыбағаңды берермін, жақсылап тұрып. Көкеңді көзіңе көрсетермін. Саған керек осы ма? Онда ұшы-қиыр жоқ, үлкен кеңістіктен тауып ал. Жоқ, Қайсар, лақтырма, жоқ! Жібек, мұны қалай түсінуге болады? Біз үлгілі сынып атағын жеңіп алу үшін мектепке кешікпей келеміз деп келістік емес пе? Бірінші сабаққа мүлде қатыспадың. Кезекшілер келіп жазып алды. Бір ұпайымызды кемітіп тастады. Кешіріңдерші. Саған не болған? Соңғы уақытта оқу үлгерімің де нашарлап кетті. Әлде сынып басшысы болмағаныңа ренжіп жүрсің бе? Мінезі де өзгеріп кетті. Бұрынғы Жібекке мүлде ұқсамайсың. Қызық өзі. О, Жібек, сәлем. Ештеңе. Дастан. Ау. Сыныптастарым маған ренжулі, бүгін менің кесірімнен кезекшілерден ескерту алыпты. Бүгін мынандай жағдай болды. Таңертең автобусқа үлгермей, сабаққа кешігіп келіп едім. Енді соған бола, үлгілі сынып сайысында жеңіліп қалатын болдық. Ерте келгенімде қосымша бір ұпай алатын едік. Мінекей, менің ең супер туындым. Әмбебап білезік. Жібек, саған не болды? Ұнамай қалды ма? Қойш, Дастан. Жібек, тоқтай тұршы. Жібек.
ертең сенің туған күнің ғой. Мына сыйлықты саған арнайы жасадым. Рас па? Иә. Ай, рахмет! Қызым, мен асығыс жұмысқа шығып кеттім. Тамағыңды жеп ал. Анаңа хабарласуды ұмытпа. Кешірек келем. Қызық, енді Қайсардың орнын осы кішкентай қыз баса ма? Солай шығар. Темірхан не десе сол болады ғой.